Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын сникерс рулетін рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керек ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Қант қосамыз. Миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Мінекей массамыз осылай жақсылап ағарып көпіргеннен кейін сүт құямыз. Күнбағыс майын құямыз. Еректен өткізген ұнымызға какаомызды қосамыз. Разрыхитель қосамыз. Шым-шым тұз саламыз. Барлығын араластырамыз. Енді сұйық массамызға аз-аздан сала отырып араластырамыз. Мінекей бізде осындай сұйық масса дайын болды. Енді протеинімізге пергамент қағазын төсеп, сұйық массамызды құйып шығатын боламыз. Массамызды жұқалап, тегіс қылып жайып шығатын боламыз. Піскен кезде тағы да көтерілетін болады бірнеше сантиметрге. Рулетімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің бисквитіміз дайын болды. Енді бұл бисквитімізді ыстықтай күйінде келесі пергамент қағазымызға аударып, орап тастайтын боламыз толықтай суығанша. Өкінішке орай менің осылай қалай аударып жатырғаны барлығы видеоға түсірілмей қалыпты. Енді карамелімізді дайындайтын боламыз. Асты жаласпайтын тавамызды орташа отқа қойып, қант саламыз. Толықтай ерігенін күтеміз. Қантымыз осылай толықтай еріп қоңыр түске ене бастаған кезде жұмсақ сары майымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасындағы кілегейімізді қосамыз. Тағы да араластырамыз. Барлық ингредиенттерімізді салғаннан кейін орташа отта 3-4 минут тағы да ұстайтын боламыз. Мінекей біздің карамеліміз дайын болды. Басқа ыдысқа аударып алдым. Толықтай суығаннан кейін арахистарымызды қосамыз, жақсылап араластырамыз. Енді кремімізді дайындайтын боламыз. Творожный массамызды саламыз. Кілегейімізді құямыз. Қант қосамыз. Барлығын миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Рулетіміздің бетіне құятын ганашымызды дайындаймыз. Ыдысымызға шоколадымызды саламыз, сары май қосамыз. Микроволновкамен немесе су моншасында ерітіп аламыз. Кілегейімізді құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. арахистарымызды қосамыз.
Тағы да жақсылап араластырамыз. Бисквитімізға дайындап алған кремімізді жағып шығамыз. Барлығын біркелкі тегістей қылып жағатын боламыз. Креміміздің бетіне карамелімізді тегістеп жақсылап жайып шығатын боламыз. Барлығын жақсылап жағып шыққаннан кейін рулетімізді орап, бетіне ганашымызды құйып шығамыз. Мінекей біздің рулетіміз дайын болды, өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген қызықты әрі оңай дайындалатын рецептермен бөлісетін боламын.